Баспанасы жоқ, кәріс жоқ, ұйғыр жоқ, орыс жоқ, түрік жоқ, күрд жоқ. Бәрінің үйі, бәрінің баспанасы бар. Бәрі жақсы өмір сүріп жатыр. Кімге дейін қазақ кеді. Бүкіл қазақ қоғамында мен анық көзім жетті. Екі түрлі дерт бар. Сейіткер атамен кеше әңгімелестік. Ұста, осы кісі маған сұрақ қояды, айналайын дейді. Ана алтын адамды қарасаң дейді. Осыдан 2,5-3 мың жыл бұрын жасаған дүниесін қазіргі ұсталар жасай алмайды. Алтынды жердің астынан, ол кезде техника, технология жоқ, өндіріп, анандай керемет мүсін жасау, енді неге біз бүгін былай болып қалдық дейді. Кешегі ғұндар, Қытайға қорған салдырған ғұндар. Қытай деген дізелер дірілдеп қанша миллион, миллиард болса да, ана қорғанды бүкіл бала шағасы жиналып, бәленбай 100 жыл бойы салған. Неге біз өз елімізде бір төмен қарап сүлкейіп жүретін бір адамға, ұлтқа айналдық деп. Соны кейін неге бүгін қазақ шындығында да жалқау, мойындау керек. Қазақстанда үйі жоқ, баспанасы жоқ, кәріс жоқ, ұйғыр жоқ, орыс жоқ, түрік жоқ, күрд жоқ. Бәрінің үйі, бәрінің баспанасы бар. Бәрі жақсы өмір сүріп жатыр. Кімге дейін қазақ кедей әкесінің үйінде онда шылқамайға батып жүріп. Осы сұраққа мен күндіз-түні жұмыс сұрақ іздейтін жауабын, соның жауабын таптым. Бүкіл қазақ қоғамында мен анық көзім жетті. Екі түрлі дерт бар. Бірінші дерт біздікі өзін төмен санау. Былай қарағанда құлдық сана. Біз үнемі төменшіктеп тұрамыз. Мен әлемді аралап қаншама жер істеп жүрсем де, өзім байқаймын, басқа ұлттың алдында өзімді кішкене төмен санап тұрам. Өзіне сенімсіздік. Бірінші дерті, да? Өзіне сенімсіздік. Екіншісі табансыздық. Табансыз бір нәрсені бастаймыз да, өз әскерге барған адамдар білет. Әскерге барғанда екі ауыз орысша сөйлей алмайтын қазақтар 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін бар ғой, сықылдатып, әуел кейбірі қазақшаны ұмытып келеді. Ал мен әскерде болдым. Армиян болды, Әзербайжан болды, Грузин болды, өзбектер болды. Солар белінен басып, сол орысшаны үйрене алмай кетеді. Бәріміздің қазақ бар ғой, сырылдатып сөйлейді орысшаны. Үйреніп кетеді тез. Кез келген нәрсені үйрене болады. Өйткені неге дегенде біздің тегіміз тазада, біз жас ұлтпыз. Кешегі Найман деген бір халық болған, Керей деген бір халық, Үйсін, Ара, Адай. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Әр түрлі халықтан жиналған жас ұлт қан керемет бізде. Және 7 ата араламай, қазақ сияқты ру санап, 7 атаны тура санап отырып, қыз алып қыз берісетін халық жоқ. Біздің қанымыз керемет. Талант деген керемет. Бірақ ғалымдардың дәлелдеуінше, талант 1% 99% ол табандылық. 99%. Бізде өкінішке қарай табандылық керісінше. Біз табансыз. Осы екі мәселе. Бұл айтам бүкіл ұлттың дерті. 95% қазақтар өзін төмен санайды, табансыз. Сондықтан 95% қазақ кедей. Емін айтып беремін. Алдымен диагноз неге деген. Кешегі Қытайға ұлық қорған салдырған баһадүр қазақтар. Олар неге баһадүр болған? Өйткені кигіз үйде тұрады, көшпенді, ер азаматтары далада қасқырмен, шоқпармен соғысады. Қазір ойбай қасқыр келді деп қолымызда мылтық болса да шошимыз. Үзеңгіні алып қасқырдың миын шайқайтын, қолында шоқпармен өлтіретін. Далада, боранда, қандай көлік, газ, кішінеке жоқ, боранда жүреді, аттың жалында, түйенің қомында жүрген халық батыр болмай, кім батыр болады, келісесіздер ме? Сонан кейін бірақ заман келгеннен кейін ғұндар немене келді, онан кейін мына орыстармен соғысты, соғысқан кезде немене болды? Мылтық шықты, зеңбірек шықты. Мен айтайын, мен мынандай Қабанбай сияқты да, мысалы 10 жігітті жапыратындай күшім бар. Ана жақта бір шілтік орыс бүйтіп самбалған шыбаған бүйтіп тұрады, тырс еткізіп маңдайын атып тастайды. Сол кезде сен пішаймен боласың, келісесің бе? Атпен арқыра чауып қойғанда, зеңбірекпен гүрсілдетіп ана жақта атқан кезде сен қандай батыр болсаң да сен пішаймен боласың. Сен бізде қару-жарақ, ғылым, техника дамымай қалғаннан кейін біздің рухымыз түсті. Батырдың уже түкке құны болмай қалды білектің күшінің. Өмірі бір қасқыр тұрмақ, итке барып қорқатын адам сен тырс жетіп атып тастайды. Содан кейін қорқыныш пайда болады ол, үрей. Содан кейін 1731 жылы табанға салды, өзінің билігін қойды. Мысалы бір қазақпен төбелесіп қалса, келесі орыс соттайды. Содан кейін орысша білмесең сен мүсәпірсің,
орыстың алдында біз мүлде мынандай бір мойнына қамыт сайлап тастаған, болмаса шынжырға байлап тастаған ит сияқты дәрменсіз болдық та қалдық. Бұны дәрменсіздікке үйрету дейді. Ол атадан балаға беріліп келе жатыр. Осы дәрменсіздік. Енді біздің бағымызға қарай ғалымдардың еңбегі айтады, егер выучен адамды дәрменсіздікке, сорлылыққа қалай үйретіп тастаса, одан дәл солай емдеуге де болады екен. Оны позитивный психология дейді. Мен сол қолыма киді қазір позитивный психология, қалай адамды пессимисттен оптимист қылуға болады. Содан кейін 70 жылдың ішінде бізді көшпенді қазақты колхоз совхоз қылды, ауылға жинады. Бірақ трактор айдау үшін, сварка жасау үшін, токарный станокта жұмыс істеу үшін, завод, фабрикада жұмыс істеу үшін орысша білу керек болды. Солай ғой. Алматыда жалғыз қазақ мектебі болды. Бүкіл завод, фабрикада қазақтардың 1% болды. Содан кейін орысша білмесең, орысша машинаның тілін, техниканың тілін білмесең, сен жалақың аз, сен төмен болып төменшіктеп тұрасың. Содан кейін бізге түгел осы өзін дәрменсіз санау, өзін төмен санау 300 жылдан әсіресе мына 70 жылдың ішінде санамызға кіргізіп тастады. Енді осы сананы тазалау керек. Қазір коронавирус емін таба алмай жатыр ғой, мысалы. Менің емі қазір қолда. Нақты қандай психология, миға қалай әсер ету керек, ми қалай ойлайды, адам неге дәрменсіз болады, неге қорқақ қылады, оны қалай батыр қылу керек. Өзіне сенімді, адам жасағанда адам жасайды, ет пен сүйектен мен оны жасай аламын деген сенімді кіргізу керек. Ең біріншісі осыны. Екіншісі табансыз. Адамның жетілетін осы екі қасиет екен. Батылдық и табандылық. Сол кезде айырмасы жоқ. Ол ауылда тұрма, онлайнттар көріп отырсыздар. Анау сіз Ақсуатта отырсыз ба, Жаңаөзенде отырсыз ба, тіпті бір ауылда отырсыз ба, айырмасы жоқ. Алматыда тұрасыз ба, Астанада тұрасыз ба, айырмасы жоқ. 10 класс бітірдің ба, 5 класс бітірдің ба, университет бітірдің ба, айырмасы жоқ. Кез келген адам кәсіпкер бола алады, мен қолымды кесіп беремін. Мен алдымен адамда сенімділік болуға тиіс. Ол бір күнде келмейді. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.